Аптап ыстық бастала салысымен зиянкестер мен улы жәндіктер күшіне мінеді. Олардан әсіресе табиғат аясына тынуға шыққанда зардап шегеді. Мәселен, биылғы жылдың өзінде Шымкентте 100-ге жуық адамды кене шаққан. Абырой болғанда барлығына жедел медициналық көмек көрсетіліп, аман қалған. 400-ге жуық кене шағым фактілері, бірақ әйтеуір мына профилактикалық іс-шаралардың арқасында дұрыс последствиясы дұрыс болды. Былтыр где-то 500 шамасында да. 600-ге биыл төмен болды. Аналогичный период дейміз, бізде сравнительный анализбен биылғы процент соотношениесі төмен болды. Қолда бар мәліметке сүйенсек, Шымкентте улы жәндіктер шоғырланған бірнеше аумақ бар. Мамандар ол жердегі қауіпті сейілдеу үшін жыл сайын дезинфекциялау жұмыстарын жүргізеді. Ол іс биыл да атқарылған. Шегірткеге қарсы бізде мынау қаламыздағы ауыл шаруашылығына қатысты жерлерде, аймақтарда жүргізіледі. Жалпы мамыр, шілде айларына жоспарланған жалпы 1300 гектар жерден астам жерлерге осы шегірткеге қарсы залалсыздандыру жұмыстары жоспарланған. Бүгінгі таңда жұмыстар басталды, тиісті қаражат көлемі бөлінген, тиісті мамандар тартылған. Бүгінгі таңда біз жалпы 300 гектардан аумақты залалсыздандыру жұмыстарын жүргіздік. Егер еске салсақ, былтыр Шымкентте 500-ден астам адамды кене шаққан болатын. Жүргізілген алдын алу шаралар нәтижесінде биыл бұл көрсеткіш 100-ге төмендеп отыр.